Фатиманың аяғы ауыр, бірақ қазіргі таңда анасының үйінде тұрып жатыр. Өйткені Азер екеуі ажырасып кеткен еді. Азер басқа әйелмен жүріп көрмекші де болады, бірақ ешкімге сенбейтін Азер менімен тек ақша үшін ғана жүр деп ойлайды. Әлгі әйелмен ұрсып кетіп қалады. Фатима анасымен сөйлеспейді, өйткені Мәлике Фатиманы Азерден ажыратпақшы болды. Фатиманың баласын түсірмекші де болды. Диляға жасамағандары да жоқ. Мәлике қызынан кешірім сұрап, әлек осының бәрін сендерді ойлап жасадым деп тұр. Мен сізді ана демеймін, менің бұндай анам жоқ деп Фатима анасымен араласпай жүр. Азер Жанипті алып кетті, ауыл сыртына апарып, оған жерді қаздырып, өз көріңді қазасын. Осыған дейін Сұлтанға ақша үшін көмектестің. Оның қанша ақшасы бар және не істеді, барлығын маған айтып бересің. Әйтпесе осы жерде сені тірілей көмемін дейді. Жанип Азерден кешірім сұрап, енді Сұлтанға көмектеспеймін дейді. Мен жақында әке боламын, балам үшін мені кешіріңіз. Енді сізге ғана тек адал қызмет етемін деп кешірім сұрайды. Сені тек балаң үшін ғана кешіремін. Маған Сұлтанға осы кезге дейін қалай көмектестің, не істедің, барлығын айтып бересің дейді. Сұлтанға менімен сөйлескеніңді айтпайсың және ода қанша ақша бар, барлығын маған алып бересің дейді. Сені кел бір суретке түсіріп алайын, ертең өскенде ұлыңа көрсетемін деп Жанипті суретке де түсіріп алады. Жанип Сұлтанға келеді, Азерге еш нәрсе айтпағанын айтады. Бірақ аузымды жабу үшін маған қалған ақшаңның бәрін бересің дейді. Саған бәрібір емес па, қолыңдағы балаға бар мұрасын қалдырды ғой Сейіт мырза дейді. Сұлтан көп ойланбастан банктегі қалған ақшасының бәрін Жанипке бере салады. Фатима Доған деген бір жігітпен кездесіп жүр. Доған Азерден кегін алу үшін Фатимамен жақындасып, оның көзіне жақсы көрініп, оған үйленейік деп ұсынысты тастап қойған. Екеуінің шай ішіп отырған жеріне Азер келеді. Фатимаға келіп, сен мына жігітті танисың ба, оның қандай екенін білесің ба дейді. Мені аңдуыңды Доғар, екеуміз ажырасып кеткенбіз, менің өміріме араласпа, сен Доғанның тырнағына да татымайсың дейді. Азер жарайды, сен маған сенбейді екенсің, онда мен сендерге бақыт тілеймін, енді сендерді мазаламаймын деп кетіп қалады. Мәлике Диляның үйіне келеді. Осы күнге дейін жасаған істері үшін Дилядан кешірім сұрап отыр. Енді Рыза екеулеріңнің өмірлеріңе араласпаймын, сені келін қылуға мен дайынмын дейді. Мені кешір және барлығын ұмытшы деп оны кешкі тамаққа шақырып кетті. Фатима қызым үшін жасадым, сол мені кешірсін деп қана, әйтпесе Диляны ешқашан келін қылмас едім деп отыр. Мәлике үйіне қайтып келеді. Фатимаға Дилядан барып кешірім сұрағаны, енді Рыза екеуінің өміріне араласпайтынын айтады. Диляға барып жалындым, жалбарындым, оған кешірім сұрадым. Осының бәрін тек сен үшін ғана, сен мені кешірсін деп қана жасадым дейді. Фатима анасының бұл әрекетіне қатты қуанып кетеді және анасын кешіреді. Рызаның қызы Диляның кешкі асқа келетініне таңғалып отыр. Әже, сіз Диляны жақтырмайтын едіңіз, неге оны қонаққа шақырдыңыз дейді. Осының бәрін әкең үшін жасадым. Сен де Диляны ұнатпасаң да кешке қонаққа келген кезде түр берме дейді. Күлімсіреп отыр. Өтініш, екеуміз не істейміз енді, қолымыздан келер басқа шара жоқ. Диляны жақтырмасақ та амалымыз бар ма деп өзінің немересін құшақтайды. Азер Диляның прокурор құрбысына Сұлтанның жасаған барлық қылмыстары туралы айтып береді. Сұлтанды түрмеге алып кету үшін үйге полиция келеді. Диля анасын Сұлтанның өлтіргенін біледі. Сұлтан кетіп бара жатып, мен түрмеге жалғыз өзім кетпеймін, Азер сені де алып кетемін дейді. Және Диляға қарап, Диля, сені талай рет Азер өлтірмекші болған деп айтады. Ол туралы Диляның прокурор құрбысы білетін еді. Ал Азер енді Дилядан кешірім сұрап, енді адам болғанын, сенің жақсы адам екендігіне көзім жетті дейді. Мені кешір, енді тура жолмен жүремін деп Дилядан кешірім сұрап тұр. Диля анасының басына келіп, сені өлтірген адамды таптық, жаның енді тынышталсын дейді. Ол өзіміздің қасымызда жүрген Сұлтан екен деп анасының басына гүл шоқтарын қойып кетеді. Азер Сұлтанның барлық киімдерін далаға шығарып өртеп тастайды және жұмысшыларына Сұлтан тұрған бөлмені жақсылап тазалаңдар, ол жатқан барлық жиһазды сыртқа шығарып тастаңдар дейді. Диля прокурор құрбысы Рыза үшеуі Доған мен Суатты қалай қолға түсіреміз деп жоспар құрып отыр. Азер оларды қанша уақыттан бері аңдып жүргендерін айтады. Үшеуі оларды қолға түсіру жоспарын жасайды. Арадан бір апта уақыт өтеді.
суат дилямен бір университетте оқыған. диляны қатты жақсы көретін жігіт еді. диля оның бетін қайтарып тастағалы белі. дилядан да рызадан да кек алу үшін осында келген. ал доған болса азерден кек алмақшы. екеуі бірігіп барлығын көздерін жойып жібермекші. бірақ доған соңғы уақыттарда азер маған жақсы қарап қалыпты, мен қорқайын дедім дейді. доған полициямен бірікті, барлық жасаған қылмыстарын айтып берді және суатты қолға түсіру үшін онымен қазір сөйлесіп тұр. суат доғанға мен еш нәрседен қорықпаймын және артқа шегінбеймін дейді. және осы уақытқа дейін қанша қылмыс жасаса сол жерде барлығын айтып береді. дилядан да рызадан да кегімді аламын, олардың түбіне жетемін деп айтып жатыр. суаттың осы уақытқа дейін жасаған қылмыстары туралы полицияның тыңдап отырғанын суат білмейтін еді. азер қанша уақыттан бері екеуін аңдып жүрген еді және доғанға шығады. доған қорыққаннан барлығын айтып береді. ал полиция бізге суатты ұстап бересің, сонда ғана жазаңды жеңілдетеміз деген еді. полиция келеді, суатты тұтқындайды. суат таңғалып қалады. мені тұтқындауға сендердің ешқандай айғақтарың жоқ дейді. сен қазір осы уақытқа дейін қандай қылмыс жасасаң барлығын өзіңнің аузыңмен айтып бердің дейді. өйткені доғанның костюмінде тыңдауға арналған құрылғы жасырылған, сол арқылы біз бәрін біліп алдық дейді. қылмыскерлердің барлығы түрмеде. диля келіп фатимаға доғанның қандай адам екенін, қазір оның түрмеде отырғанын айтады. рыза үйге азерді ертіп келеді. рыза қарындасына қарап, азердің тағдыры сенің қолыңда дейді. егер оны осы жерде сен кешірсең, онда мен де кешіремін деп айтады. фатима азердің өзгергеніне көзін жеткізді, өйткені диля оған барлығын айтып берген еді. фатима іште азерді жақсы көретін еді және азерге барып, мені ешқашан ұрмайтыныңа, мені бақытты қылатыныңа сөз бер деп айтады. азер кешірім сұрайды, өзінің өзгергенін айтады және фатимаға осыдан кейін сені бұл дүниедегі ең бақытты әйел қыламын, мені кешірші деп оны құшақтап сүйеді. фатима да азерді кешіреді. мәлике терезеден қарап тұр. ол еш нәрсе істейді, айта да алмайды. ол тек үйімізді бұрыз оғлылар басып кетті ғой, енді қайтейін деп өкініп тұр. диля сұлтанға түрмеге келеді. анамды не үшін өлтірдің? бейкүнә әйел саған не істеп қойды? бұл істеген тірліктеріңе өкінбейсің ба деп сұлтаннан сұрайды. енді өкінгеннен не пайда? соны өлтірейін деп өлтірді дейсің ба? солай болып қалды. енді мен не істеймін дейді сұлтан. диля айтады, сен әлі өкінетін боласың, өйткені балаңсыз өмірің өтіп жатыр, балаңның қалай үлкейгенін көрмейсің дейді. ал балаң саған тек қылмыскер ретінде ғана қарайтын болады деп кетіп қалады. бүгін ауылда үлкен той болғалы жатыр. рыза мен диляның және азер мен фатиманың үйлену тойлары. ясмин де өзінің ғашығын тапқан. осымен бараз оғлылар мен селям оғлылар жанұясы отбасындағы неше жылға созылған келіспеушілік бітті. той болып жатыр. екі жанұя бірікті. мәлике болса амал который деп сол тойда зорға отыр. өйткені баласы да ұлы да өзі қаламаған адамдарға үйленіп жатыр. мәлике барлық суреттерге көңілсіз түседі, өйткені оның қалауы болып жатқан жоқ. ертең немерелі болғанда қалай болар екен? немерелерін жақсы көре ма, көре алмай ма? немесе сен диляның баласысың, сен азердің ұлысың деп оларды бөлек тұта ма екен? мәликеден басқаларының бәрі бақытты. осымен кек жолында сериалының соңы.